ешкімге ренжімей ақ қойыңыздар. Ренжіген адам өзі таяқ жейді. Ренжіген адам ол бүкіл бойындағы бар нығметтің барлығын, ресурстың барлығын шайтанды асырауға жұмсайды. Ол бүкіл энергия, күш, қуат, сен бүгін жетем деген, миссияңды орындайым деген, бұнда тұрған мақсатыңа, арманыңа жетем деген энергияның барлығын аласында, сол бір шайтанды асырауға, ренжішке жұмсап жібересің. Ол күш қуаттың барлығы бостан бос кетпейді, ол саған қарсы қолданылады. Ренжіген адам өзімен өзі күйзелісте күнделікті таяқ жеп жүреді. Сенің ренжішке төлеп жатқан бағаң өте қымбат, сен соны түсіну керексің. Ренжудің қажеті жоқ, жібере салу керек. Қандай да бір адам саған қандай да бір нәрсе жасаса да, Аллаға тапсыр, жібере сал. Кешір. Алла кешіріп жатқанда сен кешіре алмайсың ба? Кешір, жібере сал. Өйткені саған бүкіл бүгінгі күнде берілген нығметті Аллах саған айтады, таңда дейді, қайға жұмсайсың. Сен соны ренжішке жұмсамадың. Керек емес, жібере сал.